үй салу кезіндегі қасекеңдерін жіберетін топ 5 қателігі. Соның біріншісі биік фундамент. Жігіттер қыздар мен түсінбеймін, неге фундаменттің биіктігі 80-90 см 1 метр болады? Осындай нәрсе жасау үшін адам қаншалықты топас болу керек? Мен сіздерге соны түсіндіріп берейін. Біріншіден, биік қылып фундамент құю ол қып-қызыл ақша. Біздің қазақтар кредит алып, қарыз алып, машинасын сатып, үй салады, и сосын айтатын әңгімесі ақша жетпейді дейді. Ну, конечно, жетпейді, сен уже 5-6 миллионды фундаментке салып тастадың. Фундаменттің бағасы примерно 3 миллион айналасы болу керек. Биіктігі 60, даже 40 сантиметр ол нормальный нәрсе. Қайдан шығарып алдыңдар сол стандартта? Бұл бір. Екіншіден, кім саған айтты соны үйде әдемі деп? Сендер ана дамыған еуропалықтардың, америкалықтардың үйлерін қараңдаршы. Олардың кейбіреулерінің үйлерінің даже фундаменті көрінбейді, фундамент жоқ сияқты, үй жердің бетінде тұр. Бірақ әдемі ғой, біз оларға қызығамыз ғой. Осындай үйде тұрсақ деп солардың өмірлеріне қызығамыз. Егер сен қызықсаң соларға, саған кім кедергі фундаментті аласа қылып жасауға? Бұл екі. Үшіншіден, сен үйінде кемпір шал бар да, еңбектеген бала бар. Ана қарттар өздері таяқпен, балдақпен әрең үйге кіріп шығып жүр, сен оларға проблема жасап бересің. Үй биік қылып фундамент қоясың, баспалдақ саласың, алар вообще қиналып қалады. Ертең қыста қар жауады, ана баспалдақ мұз болып қатады, ана кемпір шал вообще далаға шыға алмай қалады. Міне сен бір түйір қателігіңмен өз басыңа және өзің отбасыңа проблема создавать етіп бердің. Бұл бір ғана қателік. Алда осындай әлі 4 түрлі қателік бар.